Жылдам хабарнама зейнетақылар 50%-ке көтеріледі деген хабар шындыққа жақындайды ма? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк тимесін баса кетуіңізді ұсынамыз. Әлеуметтік желілерде және басқа да көздерде таратылған жүрген зейнеткерлердің зейнетақысы жинақтарының 50%-ын алуға болатыны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми сайты хабарлайды. Қазақстан Республикасының заңнамасында зейнеткерлердің тұрғын үй жағдайларын жақсарту және емделуге ақы төлеу мақсатында міндетті зейнетақы жарнамалары және де міндетті кәсіптік зейнетақы жарнамалары есебінен қаластырылған зейнетақы жинақтарын пайдалануы. Егер зейнетақы мөлшері алушылардың орташа айлық табысын Қазақстан Республикасының үкіметі айқындаған тәртіппен белгілеген 40%-дан төмен емес деңгейде алмастыру коэффициентін қамтамасыз етуге көзделген. Бұл ретте бір жолғы зейнетақы көлемі уәкілдері оператордан алғашқы электронды хабарнаманы алған күні салымшылық ЖЗЖ және МКЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының мөлшерінің 50%-нан аспауы тиіс делінген хабарнамада. Осыған байланысты БЖЗқ әлеуметтік желілерде және басқа да көздерде таратылып жүрген жинақтардың 50%-ын алу мүмкіндігі туралы жалған хабарларды елемеуге кеңес береді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.